Достар, қайырлы күн. Бүгін біз клубника в шоколаде жасаймыз. Ол үшін клубникамызды жақсылап жуып, сүртіп, құрғатып, осылай шпажкаға орналастыратын боламыз. Әр клубникаға бір-бір шпажкадан тығып отырасыздар. Келесі кезекте шоколадты ыдысымызға құйып, микроволновкада ертіп аламыз. 30 секундтан 2 рет ертіп аламыз, қыздар. Сосын шоколадтың кішкене бөлігін алып қаламыз. Алып қалған кішкене бөлікті ертілген шоколадтың үстіне қосып, температурасын жөндейтін боламыз, қыздар. Осылай араластырып отырамыз. Тура осындай техниканың көмегімен силиконы лопаткамен күшті араласады. Дәл осылай етіп, қайта-қайта араластырып отырсаңыздар, осындай әдемі масса шығады сіздерде, қыздар. Дайын болған массамызды ыдысымызға жақсылап тұрып құйып аламыз. Клубникамызды осылай жапырағынан ұстап, жақсылап тұрып шоколадымызға батырып, айналдыра отыра осылай шығарамыз. Қалған шоколадымызды осылай мешокқа құйып, клубникамызды әрлейтін боламыз, қыздар. Тура осындай движенияның көмегімен қолымызды кезек-кезек ауыстыра отырып әрлейміз. Енді ақ шоколадымызды ыдысымызға құйып, микроволновкаға ертіп аламыз. Қыздар, кішкене бөлігін алып қалуды ұмытпаңыздар. Қалған бөлігін осылай шоколадымызға қосып, темперирование жасаймыз, қыздар. Осындай техниканың көмегімен силиконы лопаткамен жақсылап араластырамыз. Шоколадымызды батырып алғаннан кейін қалаларынша әрлейсіздер. Мен осылай клубниканы қойдым кішкене. Жарты сағат холодильникке қойып аламыз. Клубникаларымызды әрлейміз, қыздар. Мен осындай кондуринді қолдандым. Кішкене кондуринді ыдысымызға салып, үстінен 2-3 капля спирт қоссаңыздар, осындай әдемі болып шығады. Сосын кесочканың көмегімен шоколадымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Егер сіздерге кондурин ұнамаса, онда түрлі посыпкаларды қолдансаңыздар болады. Мысалға арахис және де түрлі майда посыпкаларды қолдансаңыздар әдемі болып шығады.
Маған тек өзіме басып қонамағандықтан мен осылай тек қана кондуринмен әрледім. Енді осындай ақ шоколадтан көмейкамыздың бетін тура осындай қалған ақ шоколадтың көмегімен әрлеп шығатын боламыз. Міне біздің өте әдемі әрі дәмді клубникаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ал банан в шоколаденің рецептісін келесі видеоларға салатын боладым.